Үйге қайтып келу хаттамасы. Коронавирусқа қарсы іс-әрекеттер. Үйге келген соң сізге де жеке көмекшіңізге де аяқ киімді шешіп қою керек. Бетпердені резеңкесінен ұстап, бетіңізге тигізбестен және бетіңізге тиген жағы ішінде қалатындай етіп, бүктеп шешіңізде қоқыс жәшігіне тастаңыз. Егер көп рет қолдануға болатын масканы қолдансаңыз, оны жуу үшін әрі алып қойыңыз. Кіреберісте сырт киімді, пальтоны, жакетті және тағы басқасын шешіп, кейін өңдеу үшін жеке қалтаға салып қою керек. Жеңіл сырт киімдерді 60 градустан жоғары температурада кәдімгі жуу құралдарымен жуыңыз. Егер сіз қосалқы құралдардың көмегімен қозғалатын болсаңыз, қолғапты шешпей тұрып мүгедектер арбасының тұтқасын, тежегішін, дөңгелектерінің жиегін, балдақтар мен жүру құралдарының біліктерін және көзі көрмейтіндерге арналған таяқтың сабын дезинфекциялаушы ертіндімен немесе шаруашылық сабынмен өңдеңіз. Заттар мен қосалқы құралдарды өңдеу үшін құрамында хлоры бар дезинфекциялаушы ертінді алдын ала дайындап қойыңыз. Ол үшін мәселен 1 литр суға 20 мл ағартқыш құйыңыз, немесе кем дегенде 65% спирті бар бүріккішті пайдаланыңыз. Сөмкелеріңізді және сатып алған заттарыңызды орын-орнына қоймас бұрын олардың сыртын зарарсыздандырыңыз. Кілттерді, әмияндарды және тағы басқа ұсақ түйектерді кіреберістегі арнайы қорапқа салыңыз. Оларды дезинфекциялаушы ертіндімен өңдеңіз. Телефоныңыз бен қол сағатыңызды құрамында спирті бар сұйықтықпен зарарсыздандырыңыз, ал көзілдірігіңізді сабынмен жуыңыз. Қолыңызды жумас бұрын қосалқы құрылғылардың сыртын тағы бір рет өңдеңіз. Қолғапты сыртқы беті ішінде қалатындай етіп, ақырын шешуге тырысыңыз. Оларды қоқыс жәшігіне тастаңыз. Содан соң қолыңызды 20 секунд бойы сабынмен жақсылап жуыңыз. Білек, бет, мойын, тобық, тағы басқа терінің ашық тұратын жерлерін сабынмен жақсылап жуыңыз. Осылайша жуынып болмай, үйде еш нәрсені ұстамаңыз. Көшеге бас киімсіз шықсаңыз, басыңызды мұқият жуыңыз. Есіңізде болсын, барлық нәрсені зарарсыздандыру мүмкін емес, бастысы қауіп көзін азайтқан жөн. Коронавирусты бірге тоқтатайық.